Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздермен профитролидің рецептісімен бөліскім келеді. Ең әуелі түбі қалың ыдысқа суымды, сүтімді, майымды, сармайымды салып, және кішкене қантым мен шымшым ғана тұзымды салып, отқа қоятын боламын. Ыдыстың түбі міндетті түрде қалың болу керек. Мына отқа қойып, бірінші майым еріп, массым қайнағанша отта ұстаймын әбден. Барлық массым бірігіп, майларым әбден ерігеннен кейін ғана ұнымды салып бастаймын. Мына ұнымды бөліктерге жайлап бөліп отырып саламын, бірақ үнемі араластыру тоқтатпаймын. Әбден қойылып, мына массымның құрамындағы сұйықтықтың бәрі ұшып, қою массымыз осы ыдысымның түбіне жабысып бастаған кезде мен отты өшіретін боламын. Міне мен массымның түбі жоқ, кастрөлдің түбіне жабысып бастады, сондықтан отты өшіріп, қазір ары қарай жұмысымды жалғастырамын. Кішкене ыстығын басу үшін осылай кішкене араластырып аламын ыдысымда. Осыны миксерлейтін ыдысыма салып, қазір миксерлеп бастаймын. Жай ғана жылдамдықта миксерге қосып бастадым. Менде мына жерде 250 грамм жұмыртқа салулы. Жұмыртқаны кәдімгідей өлшедім, 250 грамм болған. Мен кішкене массым суығанша жай жылдамдықта айналдырып, енді кішкене жылдамдығын көбейтіп, жұмыртқамды аз-аздан бөле отырып сала беретін боламын. Жылдамдықты тағы да көбейттім. Қазір енді жұмыртқамды аз-аздан құйып отырып, массымды араластырып беремін. Әбден біркелкі қою массы болғанша, жұмыртқаны бірден құйып жүруге болмайды, жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан сәлден ғана, аздан ғана бөліп отырып құя бересіздер. Бұндай миксерлеріңіз болмаса, қол миксермен де жасай беруге болады. Мен мына жерде насадкамды ауыстырдым. Басында тесті соғатын насадкамен жасағанмын. Қазір соңынан осындай насадкаға ауыстырып, тағы бір айналдырып алдым да. Міне менің массым дайын. Қою керемет масса шықты. Мен қазір бұны осындай насадка, мына Богипайдың насадкасы, осыны кондитерлік мешокқа салып, қазір массымды осыны дорбама құйып алып, міне противениме осылай аз-аздан құйып бастадым. Барлық тестімді осылай противендерге жайғастырып шығамын қазір. Қазір мен пешімді 210 градусқа қыздыруға қойып қойдым. 10 минут уақытқа әбден қызып тұру керек. Профитроль салған кезде тестім басылып қалмау керек. Профитролерімді қазір екі противенге шықты. Мен бәрін құйып болып, пешіме саламын. 210 градуста конвекциямен 10 минутқа қоямын. Әуелі бетінің бәрі қызару керек. Мына мынандай болып қызарып беті қатқанша 210 градуста 10 минут ұстаймын да. 10 минуттан кейін 150 градусқа қойып 20 минут пісіремін. Міне осындай бұл профитроллер менің бәрі пісіп шықты. Профитрольді пісіру кезінде духовканың аузын мүлде ашуға болмайды. Мына жерде менде креметтімнің құрамы жазылған. Міне кремімді дайындаймын. Кремге қанша көлемде қалай салатыным барлығы жазулы болады описанияда. Әбден қойылғанша, біріккенше бірде массаға келтіріп, осылай кремімді езіп дайындап алдым. Міндетті түрде осындай насадка болуы міндетті емес. Үлкендеу насадкамен осылай түбін ойып аласыздар да. Кез келген насадка бара береді. Ішіне құюға кішілеу насадкамен ішіне кремдердің бәрін құятын боласыздар. Кондитерлік мешокке құйып аласыздар. Және түбінен ойып алған тестімізді қайтадан орнына салып қоямыз. Міне осылайша барлық
профитроллерlarımызды өстіп кремді құйып осылай жасап шығамыз. Видеодағыдай қылып бәрін жасап шығасыздар. Бәрі анық, түсінікті деп ойлаймын бұл жерде. Міне менің профитролларым бәрі дайын болды. Мен қазір холодильникке қойып қоямын таңертеңге дейін. Бір түнге мұның ортасын кесіп көрсетейін. Өте дәмді, шайға керемет кететін тәтті болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеомды достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.